Тілшілердің өмірін сақтандырудың маңызды екенін мәжіліс депутаты Жанарбек Әшімжан да айтты. Ол да тау-тастың арасынан керек болса оттың ортасында жүріп ақпарат тарататын журналистердің қызметі қауіпке толы деп есептейді. Бұдан басқа депутат қызу талқыға түскен құжат турасында бірқатар ойын ортаға салды. Сол сұхбат назарларыңызға ұсынамыз. Жанарбек Садықанұлы, мынау енді масс-медиа туралы заң қазіргі таңда бір өте қызу талқыға түсті әріптестеріңіздің арасында да. Енді мынау кейбір нормаларға тоқталсақ, мысал пресс-карта. Әріптесіңіз Айдос Әміроллаұлы бұл да жаңағы журналистер арасында бір теңсіздікті тудырады, бұл да бір өте бір дұрыс емес норма, қате норма деген пікірлер айтып жатыр. Осыған қатысты сіздің ойыңыз? Ең әуелі жалпы 16 жұмыс топ өтті ғой. Бұл осы заң жобасына байланысты. Соның жарымына жуығында осы пресс-карта мәселесі бүкіл қоғамның да тарапынан, журналистердің тарапынан, жұмыс тобының құрамындағы қоғамдық ұйым өкілдерінің, тіпті депутаттардың да қарсылығын тудырды. Бұл жердегі мәселе не? Шын мәнінде уәкілетті орган ұсынған нормада журналистердің жұмыс істеуіне кедергі келтіретін, журналистерді алалауға бағытталған норма деп жұмыс тобында баға берілді. Түрлі редакцияларда талқыланды. Қоғамдық палатаның отырысында ОБСЕ-ден келген біз Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының бақ жөніндегі ресми өкілі Тереза ханыммен де сөйлестік. Ол да осыған өзінің алаңдаушылығын білдірді. Сондықтан бұл бірінші оқылымның бүкіл негізі өне бойындағы өзге де нормалар тартысты өтіп жатыр, бірақ ерекше қарсылық тудырған, мен ойлаймын, бұл қоғамның орынды пікірі деп. Өйткені себебі мемлекет басшысы осы заң жобасын ақпараттың тиімділігін, ақпараттың қауіпсіздігін, журналистің қауіпсіздігін, журналистке қолайлы жұмыс істеу бағытында заң жасақтауды тапсырды. Бұл қолданыстағы заңның өзі 99 жыл қабылданған. Қаншама арада мінекей 24 жыл уақыт өтті. Жаңа медиа кірді, осы тараптарда ортасындағы енді бұрынғы өзі қалыптасқан өзі журналистердің аккредитациясына байланысты шешімдер бар. Соны ортасына келіп баспасөз картасын енгізгені шын мәнінде мен ойлаймын журналистердің тарапынан әсіресе орынды қайшылық қой деп. Біз алдағы кезеңде екінші оқылымда бұл мәселесін шешеміз. Бұған қатысты бір Аманат партиясының өзінің ұстанымы бар. Баспасөз картасына байланысты нақты ұсыныс норма қазір салыстырмалы кестеге партияның атынан дайындалып жатыр. Екінші оқылымға дейін шешеміз. Баспасөз картасының ең бірінші кезектегі бұл демократиялық принциптерге, ақпараттың ашықтығына, журналистердің қолайлы жұмыс істеуіне кедергі келтіретін норма. Біз бұны мемлекеттік органның басшыларымен де талқылау барысында көзін жеткіздік, өзіміздің уәжімізді айттық. Бұл депутаттардың ғана емес, бүкіл қоғамның да, қоғамдық ұйымдардың да, халықаралық ұйымдардың да, оның сыртындағы осы заңмен жұмыс істейтін тікелей журналистердің де көзқарасы. Сол көзқараспен. Яғни бұл мәселе әлі де қаралады. Екінші оқылымда біз осыған қатысты журналистер қауымын қоғамда өздерінің лайықты айтылған пікіріне байланысты біз оң шешім қабылдаймыз деп сендіргім келеді. Жанарбек Садықанұлы, мемлекеттік тапсырыс мәселеде, ақпараттық тапсырыс жаңа нелер бар, осылардың барлығы да айтылды. Одан кейін мынау кейде қоғамға бір түк мән мағынасы жоқ бағдарламалар жайында айтылды. Осы тұрғыда осы мәселе жөнінде не айтасыз? Бірінші кезекте ақпараттық тапсырысқа байланысты айтылып жатқан сындар орынды. Мемлекет қазіргі күннің өзінде ақпараттық жаңағы мемлекеттік саясатты тиімді жүргізу бағытында ақпарат тапсырысқа 60 миллиардтан артық қаржы бөледі. Мейлі электронды ақпарат болсын, газет журналдар болсын, интернет сайттар болсын. Оның тиімділігі өз деңгейінде ақтап жатқан жоқ. Осыған байланысты журналистердің өзінің ұсыныстары болды. Біз ортақ шешімге келіп, ендігі кезеңдерде тек мемлекеттік ақпарат құралдары ғана емес, қоғамда бәсекелестікті арттыру, ашық ақпаратты қамтамасыз ету бағытында болашақта грант қаржылау дейтін, қаржылай гранттық бағытта қолдау нормасын енгізіп отырмыз. Бұған мемлекеттік ақпарат құралдарда, жекелеген тәуелсіз ақпарат құралдарда бәрі қатысады. Осы ақпараттық тапсырысқа қатысты осы норма біз барлық түбегейлі түрде бұл проблеманы шешеді деп ойлаймыз. Екінші жаңағы мысалы енді кейбір арналардағы бағдарламалардың енді мемлекет тарапынан ешқандай қаржыландырып отырған жоқ деді. Оған қатысты жұмыс тобында Ануар
бұл үлкен енді аттарын атап түстерін түстемейін, оның да өзінің аудиториясы бар, көріп отқан, оны тиісті деңгейде бағалаушылар бар. Бірақ осыған қатысты қоғамда көптеген мынау ұлттық тәрбиеге, патриоттық бағытқа бір кереғар дүниелерді айтады. Осыған қатысты біздің әсіресе депутаттардың тарапынан көптеген көңіл толмаушылықтары бар. Мен әріптестерге айттым, жақсы нақты норма ұсыныңыздар дедік. Бірақ дегенмен ол бағдарламаларға жаңа өзіңіз айтқандай мемлекеттен қаржы бөлініп отырған жоқ. Бұл жекелеген телеарналардың, жекелеген ақпарат құралдарының өзінің өнімі, өзінің қаржысына шығарып жатыр. Енді қоғам болған соң әртүрлі аудитория болады, әртүрлі электорат болады. Бәлкім сол бағытта шығар деп ойлаймын, бірақ сын орынды. Өйткені себебі тіпті әке мен бала, бала мен қызы бірге отырып көретін бағдарлама бір ар ұят жағынан өте қолайсыз шын мәнінде тақырыптар қозғалады. Мен ойлаймын, бұл біздің ұрпақ тәрбиесіне кері әсерін тигізеді. Жаңа жалпы бүгінгі мәжілістің пленарлық отырысында министр ханым да айтып өтті, алдағы кезеңдерде бәлкім бұған қатысты біз бір өзіміз ақылдаса келе, кеңесе келе, сол ақпарат құралдарының құрылтайшыларын шақырып, бұл заңмен оны реттей алмаймыз. Өйткені бұл жерде бизнеске жаңағы көлеңкесін түсіретін заттар бар. Бұл жерде енді арбаны да сындырмайтын өгізді өлтірмей, арбаны сындырмай, өгізді өлтірмей бір шешім қабылдауымыз керек. Бірінші кезекте сол құрылтайшылармен кеңесуіміз керек қой деп ойлаймын. Жанарбек Садықханұлы, соңғы сауал мынау енді жұмыс тобында журналистердің өмірлерін сақтандыру мәселесінде қаралған. Бұл тұста қандай ұсыныстар болады, қандай жұмыстар жүргізіледі? Жалпы енді қолданыстағы заңда да журналист қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында норма бар. Бұл енді жетілдіру өткен себебі журналист дейтін ерекше кәсіп. Ол тек қана бір кеңселерде отырып материал әзірлеумен емес, түрлі соғыстың ортасында, түрлі төтенше жағдайлардың бағыт-бағдарында қызмет етеді. Сондықтан журналисттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бірінші кезекте. Екінші кезекте сол уақиға туралы, уақиға жөнінде нақты ақпарат алу бағытында нормамен қамтамасыз етілуге қатысты біздің әріптестердің ұсынысы бар. Екінші оқылымға дейін бұл қазір толыққанды әлі пысықталу үстінде. Бір оң шешім қабылдаған жоқпыз. Бірақ қолданыстағы норманы біз жетілдіру ең бірінші кезекте журналистің жекелеген қауіпсіздігін, мейлі ол жеке тәуелсіз ақпарат құралының өкілі болсын, мейлі ол мемлекеттік ақпарат құралының өкілі болсын, қандай жағдайда да мемлекеттік органның өкілі тарапынан, қоғам тарапынан, жекелеген шенеуніктер, кәсіпкерлер, спортшылар тарапынан әртүрлі біздің интервью алу уақытында, ақпарат алу уақытында журналистерге қысымдар жасалып жатады. Осы дүниені болдырмау бағытында біз негізгі заң жобасына емес, қосымша ілеспе заң жобасына, яғни КОАП-қа ұсыныстар бердік. Демек, ондай жағдайлар туындаған кезде, оның диктофонын тартып алу, телефонын тартып алу, микрофонын тартып алу, журналист итеріп жіберу, құлатып жіберу, соққы жұмсау, жұмыс істемеуіне кедергі келтіру, бұл қылмыстық жауапкершілікке тарту бағытында біз норма ұсындық. Бұл қазір тиісті деңгейде жұмыс тобының мүшелерінің тарапынан қолдау тапты, бірақ үкімет бұған қорытынды сұрады. Қазір мен ойлаймын, осы нормаға байланысты үкіметтен оң қорытынды аламыз ғой деген үміттемін. Жанарбек Садықханұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Рахмет. Амандық болсын.